Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін осындай тесік болып шығатын, май жақпаса да өте жұмсақ әрі дәмді болатын блинчик жасаудың қыр-сырын үйрететін боламын. Маңызды жерлерін өткізіп алмау үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Міндетті түрде келесі видеоларды көру үшін менің каналыма подписаться ете кетіңіздер. Онда қажетті ингредиенттерді жазып қойдым. Тек жұмыртқаны ғана, егер сіздерде майда жұмыртқа болса, 4 штук қолданасыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқа және қантымызды араластырып аламыз. Үстінен тұз және сұйық майымызды қосамыз. Қасықтың ұшында кішкентай ғана ас содасын қостық. Үстінен сүтімізді құямыз. Енді аз-аздан ұн қоса отырып, жақсылап араластырып, қою массасы дайындаймыз. Үстінен қайнап тұрған бір кесе суымызды құямыз. Су жылы болмау керек, міндетті түрде қайнаған болу керек. Тесік болуының және де жұмсақ болуының сыры осында. Мінекей осындай масса пайда болады. Қамырды міндетті түрде 5 минут демалдырамыз. Табамызды жақсылап қыздырып алып, ең басында ғана бір рет майлап аламыз. Одан кейін аз-аздан жұқа қылып құйып, 1 минуттан пісіріп алатын боламыз. Әркімде әрқалай қызарғанша пісіреміз. Блинчикті ең жоғары отта пісіргендеріңіз жөн. Менде пісірген табамның диаметрі 24 сантиметр. Блинчикті құю сіздерге қалай ыңғайлы, солай құя бересіздер. Маған осылай шетінен құйған ұнайды. Өзіме осылай қолай. Міне, құймақтарымыз осындай әсемі, әрі жұмсақ, дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.